Осы жұмысшы мамандығын облыста мәртебесін арттыру бойынша қазір қандай шаралар тұрақты түрде жүргізіліп келе жатыр? Мемлекет басшысы осы жұмысшы мамандық жылын жариялағаннан кейін жалпы республика бойынша өте көп шаралар жасалып жатыр. Неге осындай әлі қоғамда осындай пікір қалыптасқан? Осы стереотипті қалай жоямыз? Енді алдағы уақытта сол бойынша қандай мамандықтар тізбесі, оны қай жерде біз дайындай аламыз? Жалпы мұғалім болу қазір қиын деп ойламайсыз ба? Енді бұл технология жағынан алғанда, мына компьютерлік сауаттылық дейміз, енді алдыңғы буын біздің әріптестерімізге қиындық туғызуы мүмкін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінде ерекше бір медиа жоба өз бастауын алып жатыр. Бүгінгі студиямыздың алғашқыда құрметті қонағы Ақтөбе облысының білім басқармасының басшысы Бұлбұл Бейсенбайқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді біріншіден шақыртуымызды қабыл алып, осы төрімізден табылғаныңызға шын жүректен қуаныштымыз. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Сіздің жалпы еңбек жолыңыз таныс бізге, еңбек жолыңызбен таныспыз. Білім саласында ұзақ жыл табысты қызмет жасадыңыз. Мемлекеттік қызметте жасадыңыз. Жалпы елімізде іскер, басшы әйел азаматшаларының бірісіз. Енді жалпы Ақтөбе облысының білім басқармасының қызметіне тағайындалғаныңызға, басшысы қызметіне тағайындалғаныңызға көп уақыт болған жоқ. Жалпы осы облыстың білім саласының дамытуға қай бағытына жалпы басымдық берудесіз? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Жалпы осы Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің бүгінгі мынадай ашылып жатырған медиа жобасымен құттықтаймын. Себебі бұл өте қажет жоба, және соған бірінші қонағы ретінде шақырғандарыңыз үшін осы колледж басшылығына, ұжымына зор алғысымды білдіремін. Менің осы білім саласындағы жалпы еңбек өтілім осы білім саласынан басталды. Мектептің мұғалімі ретінде, директордың орынбасары ретінде, класс жетекші де болып көрдім, тәлімгер де болып жасадым. Арасында енді мемлекеттік қызметте, басшылық қызметтерде жұмыс жасадым, бірақ дегенмен де осы еңбек өтілімнің көп жылдары білім саласында өтіп келе жатыр. Бұған дейін білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының департаменттерін басқардым. Енді білім басқармасына келгелі, осы қай салаға көбірек көңіл бөлесіз деген сұраққа, жалпы мен осы білім саласының барлық жағынан дамытуға күш салуым керек деп ойлаймын. Басқарма басшысы ретінде мен бір салаға көбірек көңіл бөліп, басқасына азырақ көңіл бөлу деген ол болмау керек. Яғни біздің білім саласы енді үздіксіз білім беру проценті, мынау мектепке дейінгі білім беру, орта білім беру, мектептегі және арнайы техникалық білім беру осы колледждердегі, сонымен қатар қосымша білім беру саласы бар, инклюзивті білім беру саласы бар. Яғни барлық жерде де білім алып жатырған ол біздің балаларымыз. Баланың жақсысы жаманы болмайды. Баланың барлығы бірдей. Сондықтан біз барлық балаға тең қолжетімді сапалы білім беруіміз керек. Менің алдымдағы мақсатым сол. Рахмет. Енді жалпы 2025 жыл ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы жұмысшы мамандықтар деп жариялады. Барлығымызға мәлім. Астана қаласында үлкен бір фестиваль болды, мамандықтар ашылуына байланысты. Өте сондай бір көз тоятын керемет шараның куәсі болдық. Одан кейін өзіміздің облысымызда осы Ақтөбе білім басқармасының ұйымдастыруымен керемет 3 күнге созылған жұмысшы мамандықтар алаңы өтті. Енді жалпы жұмыс басталды. Осы бір енді сұрағым, осы жұмысшы мамандығын облыста мәртебесін арттыру бойынша қазір қандай шаралар тұрақты түрде жүргізіліп келе жатыр, және алдағы уақытта қандай бір шаралар, ауқымды шаралар жоспарлануда? Осы жайында әңгіме өрбітсек. Дұрыс айтасыз. Биыл мемлекет басшысы осы жұмысшы мамандық жылын жариялағаннан кейін жалпы республика бойынша өте көп шаралар жасалып жатыр. Бұл жыл бізге не береді? Бұл жыл бізге осы техникалық кәсіптік білім беруде жұмысшы мамандықтарды дамытуға бір жаңа серпін береді.
Жұмысшы мамандықтар ол біздің бүгінгі экономиканың дамытушы күші деп те айтуға болады. Бұл мамандықтарсыз біз қай салада болмасын даму ол мүмкін емес. Ал енді сол жұмысшы мамандықтарды таңдауға келгенде оқушылардың, болашақ студенттердің таңдауы қалай болып жатыр? Яғни біздің өткен жылы осы колледждерге берілетін мемлекеттік тапсырыстың көлемі 7000-нан астам орынға берілді. Соның ішінде 2000-нан астамы ғана жұмысшы мамандықтарға берілді. Сондықтан біздің облыс бойынша осы саланы дамытудағы алдымызға қойып отырған бірінші мақсатымыз ол осы жұмысшы мамандықты таңдайтын студенттердің санын көбейту. Және жұмысшы мамандықтарды меңгертудегі сапасын арттыру, дайындаудағы. Ол үшін міне біз облыс бойынша жұмыс жоспары жасалды. Осы жұмыс жоспарының аясында өзіңіз айтып отырған жаңағы үлкен шарамыз 3 күндік жұмысшы мамандықтар алаңы өткізілді. Ол көрмеде біздің осы жұмысшы мамандықтарды даярлайтын 30-ға жуық колледждер менен әлеуметтік серіктестіктері қатынасты. Олар бірге отырып, осы оқушылардың арасында, халықтың арасында жұмысшы мамандықтарды насихаттады. 3 күнге созылған шараға 7000-нан астам оқушы келіп тамашалады. Сонда ол оқушылар өздері жұмысшы мамандықтар туралы ақпарат ала отырып, біздің облысымыздағы қай колледжде қандай мамандықтарды даярлайды, және сол мамандықтарды қалай даярлап жатыр, өздері мастер-класстарға қатысып, көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, қолдарымен ұстап, қандай мамандықтар бар, сол туралы мол мағлұмат алды және кең насихат жұмысы жүргізілді. Үлкен бір кәсіби бағыт бағдар беру жұмысы болды. Иә, дұрыс айтасыз. Үлкен кәсіби бағыт бағдар беру жұмысы болды. Сол жердің өзінде ата-аналар қызығушылық білдіріп, оқушылар қызығушылық білдіріп, осы мамандықты меңгеру үшін қайда баруым керек, қалай түсуім керек деген сұрақтарына жаңағы кеңестер алды. Енді біз бұл жұмыстарды барлық аудандарда өткізу туралы тапсырма бердік. Және мына жазғы демалыс айларында біздің балалардың демалысын тиімді ұйымдастыру бойынша жоспарымызға да осы мектеп оқушыларының колледждерге келіп, жаңағы мамандықтар туралы ақпарат алуына және сол колледждің жағдайымен танысуына мүмкіндік жасайтын шараларды жоспарлап отырмыз. Осы тұрғыда Бұлбұл Бейсенбайқызы, менде мындай бір сұрақ. Жалпы осы уақытқа дейін қоғамда дейікші, осы жұмысшы мамандықтардың беделі жайында бір пікірлер, бір стереотиптер қалыптасты. Жалпы ата-аналардың тарапынан да бәрібір университетке түсе алмайды екенсің, колледжге бара бер деген бір айдаумен бір түскен балалардың өзінің мамандығына деген әп-бастан күмәнмен қарайтыны, бір құны төмен бір жұмыспен айналысатындай бір жабырқағанын қоғамнан көреміз. Енді өзіміз де осы салада жүргеннен кейін, енді бір осы бір стереотипті біздер жоя аламыз ба? Жалпы бұл көзқарас, осындай қоғамда пікір қайдан пайда болды? Осы жайында бір көзқарасыңыз. Өздеріңізге белгілі, бұдан бір 10 жыл бұрын деп айтайық, біздің жастарымыз заңгерлік, тағы да жаңа экономика саласы, қаржы саласы бойынша көбірек жоғарғы оқу орындарына түсіп, мамандық алуға талпыныс көбейді. Бірақ олардың барлығы жоғары білім оқу орнын бітіріп, дипломын алғаннан кейін жұмысқа тұрып, жоғары жалақы ала алған жоқ. Содан кейін келіп, біршама уақыт өткеннен кейін жастар түсінді. Яғни басқа да мамандықтарды, яғни мамандық таңдауда әрбір адам өзінің қабілетіне қарау керек, ең бірінші. Екіншіден, сол менің алған мамандығым нарықта сұранысқа ие ма, жоқ па? Сол мамандық бойынша қажеттілік бар ма? Ертеңгі күні мен жақсы жұмыс жасап, өзімнің отбасымды асырайтын жалақы таба алам ба деген сұрақтарға жауап беру керек. Сондықтан менімше жастар қазір түсінігі қалыптасты. Яғни ол жұмысшы мамандық болсын, техникалық мамандық болсын, қажеткенде мына нарықтағы сұранысқа ие мамандықтарды таңдау керек екенін олар түсінді.
қазір мысалға қарап отырсаңыздар, жұмысшы мамандықтар ол барлық салада бар ғой. Қызмет көрсету саласында болсын, ауыл шаруашылық саласында болсын, техникалық саласын, мұнай кен өндіру саласында болсын. Бірақ сол жұмысшы мамандықты жақсы меңгерген жақсы мамандар өте жоғары жалақы алып жұмыс жасап жатыр. Яғни ол маманның өзіне байланысты. Егер ол маман деңгейі төмен болса, маман ретінде ол қай салада да ешқандай беделін көтере алмайды. Ал енді осы жұмысшы мамандықты таңдай отырып, сол мамандыққа келіп, өзінің сол еңбекқорлығыменен, өзінің біліміменен сол жерде жоғарылап, жақсы нәтижелі қызмет жасап, және жалақысын да көтеріп, жақсы жемісті еңбек етіп жатырған біздің қаншама түлектер бар. Осы біздің облыстың колледждерін бітірген түлектер олар. Сондықтан қазіргі таңда жұмысшы мамандықтардың беделі, мәртебесі жоғары деп біз айта аламыз. Жақсы, рахмет. Жалпы енді осы тұрғыда менен өзім ERG корпорациясы бойынша шетелдерде, Европада бір тағылымдамалардан өттім. Германияда болдым, Францияда болдым. Ол жақта әрине басқаша көзқарас, жаңа сіз айтып отқан халықтың менталитеті басқаша. Ол жақта колледждердің орындарының өте ерекше екенін, және кәсіптік білімге үлкен күш қоятын мен сол жақтан көргенмін. Кейіннен осы жаққа келгенде бір өзіңнің жанайқайың болады. Неге осындай әлі қоғамда осындай пікір қалыптасқан? Осы стереотипті қалай жоямыз? Неге осы бір енді президенттің осы бір жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялауы, осы бір кәсіптік білімде жасайтын барлық қызметкерлердің бір үлкен бір рухын көтеріп тастады, бір екінші тынысын ашқандай болды десек болатын сияқты. Енді жалпы осы біздің жұмысшы мамандықтарға келетін, әрине ол біздің болашақ талапкерлеріміз, олар әрине мектептің оқушылары. Енді осы мектеп оқушыларын осы кәсіби білімге ынталандыру үшін жалпы қандай шаралар қабылдануда, жалпы министрлік тарапынан, сол облыста қалай жүзеге асып жатыр? Осы жайында айтсаңыз. Бізде өткен жылдан бастап осы колледждерде оқушылардың қосымша білім алуына жағдай жасалған. Осы Ақтөбе автожол колледжі, ойыл аграрлық колледжі, Ақтөбе сервис колледждерінде осы мектеп, біздің ойыл аудандағы бір мектебіміз, Ақтөбе қаласындағы мектептеріміздің оқушылары сабақтан бос уақытта колледжге келіп білім алып, меңгеріп, қолдарына диплом құжатын алды. Қосымша білім алды. Сонымен қатар олар мектепте, бұл енді пилоттық жоба ретінде республика бойынша жүргізілді. Сол пилоттық жобаның қорытындысында мен өзім қатыстым, балаларға сол дипломдарын табыстадым. Ішінде өте жақсы аяқтаған оқушылар болды. Сол оқушылармен тілдескен кезде бұл жобаның өте қажет екендігін оқушылар айтып отыр. Себебі жаңағы техника бойынша автожол колледжінде оқушылар жаңа автомобильді жөндеу бойынша көп дағдыларды меңгерген. Сонда бұл саған не үшін қажет дегенде, мен әрі қарай осы мамандықты тереңдеп оқытып, болашақта өзімнің кәсібімді ашқым келеді дейді. Сонда қазіргі оқушылардың пікірі, жақсы пікірі, осы жұмысшы мамандықтарды меңгеріп алып, өзінің кәсібін ашып, бизнеспен де айналысуға болатынын түсініп тұр. Яғни бизнеспен айналысқан адам енді жақсы табыс табады деген сөз, өзіне жаңа еңбек етеді. Бұл да бір өте жақсы қалыптасқан пікір. Түсінік. Жақсы, енді жалпы осы орайда мындай сұрақ, осы колледжге таңдап келген оқушылар бар ғой. Олар негізінен бірден жоғары оқу орнын түсіп, ары қарай да енді жоғары оқу орнында да инженерлік құраммен заводтарда, өндіріс орындарында жасауға болады ғой. Енді осы тарапта колледж бітірген біздің студенттеріміз, түлектеріміз осы жоғары оқу орнына түсу үшін бір әлі де бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Уақытын қысқарту бойынша? Қазіргі таңда ондай өзгерістер жоқ. Егерде ол жоғарғы бакалавриат білімі болған жағдайда ғана уақыты қысқарады. Ал енді техникалық кәсіптік білім алып бітіріп келген оқушылар енді 11 бітіріп келіп түскен оқушылармен бірдей. Бірдей сол мерзімде жаңағыдай сол талаптарға сәйкес білім алады. Бұл жердегі енді негізгі мәселе, мысалға қазір 80-20 деген бағытта жоғарғы оқу орындары 80% жаңағы офлайн білім алу керек, 20% онлайн дегенде. Мына студенттердің колледж бітіргеннен кейін
жұмыс жасай жүріп өзінің екінші жоғарғы мамандығын алуға да мүмкіндіктері бар. Иә, ол үшін әрине жаңағы жұмыс көлемі көп болмау Көп керек. болмау керек. Иә. Бірақ енді жоғарғы білімді да біз деген жоққа шығара алмаймыз ғой, жоғары білімді керек. Әрбір азаматқа жақсы өзін дамытатын, өзін ары қарай ізденісі бар азаматқа жоғарғы білім да өте керек. Бірақ негізінен енді бұрын бізде колледждерге 9 класстан кейін жаңағы мектептегі дұрыс сабақ оқымай жүрген оқушыларды осы колледждерге қарай бағыттап жіберетін. Ал қазір ата-аналардың да оқушылардың да түсінігі қалыптасып келе жатыр. Колледжге барғанда да ол жерде тәртіп бар екенін, колледжге барғанда қойылатын талап бар екенін, ол жерде де сабақ оқу керек екенін түсініп, жаңағыдай ойланып барып шешім қабылдап келіп жатыр. Себебі қазір колледждердегі сапасына байланысты, білім сапасына байланысты практиканы ұштастыруы деңгейі колледждердің қазір өте жақсы жоғарылап келе жатыр. Соның ішінде жаңағы мектеп оқушыларымен негізінен жаңағы кәсіби бағдар беру жұмыстары деп айтып кеттік қой. Қазір Қадам Лайф деген жобада іске асырылып жатыр. Колледждер мен мектеп оқушыларының арасындағы байланыс. Яғни біз осы колледждеріміз арқылы оқушыларға түсіндіруіміз керек. Ол колледж деген ол жаңағы тек сабақ оқымайтын балалардың баратын жер емес. Колледж деген кәдімгі нағыз маман болам деп білім алатын жер. Осы бір ақпаратты кеңінен насихаттау керек сияқты. Бір план Б емес, бір оқу геттасы ретінде түсінікті. Әлі біздер сол жоюымыз керек та осындай бір ақпараттандырумен. Бірақ қазір менің байқағаным осы жақсы түсінік қалыптасып келе жатыр колледждер туралы. Енді ол өзімізге байланысты, маған байланысты, сізге байланысты, барлық осы техникалық кәсіптік білім беру саласында жұмыс жасап жүрген біздің әріптестерге байланысты. Біз неғұрлым осы колледждердің жасалып жатқан жақсы жұмыстарын айтып көрсететін болсақ, насихаттайтын болсақ, онда әрине жақсы дұрыс пікір қалыптасады. Қазір колледждердің материалдық техникалық базасы да бұрынғымен салыстырғанда ілгерілеу бар. Осы жұмысшы мамандық жылын пайдаланып, облыс әкімі да осы колледждердің материалдық жағынан қамтамасыз етілуіне үлкен қолдау білдіріп отыр. Осы сіздің политехникалық колледждің өзінде үлкен IT хаб құрылысы салынайын деп жатыр. Ол осы біздің облыстың барлық колледждердің IT бағытындағы базасы ретінде болашақта қолданылатын болады. Және мына Қырымтау Тау-Кен колледжі халықаралық аккредитациядан өтті. Ол жердегі колледждің үлкен дәрежесін көрсетеді. Себебі халықаралық аккредитациядан өту үшін өте жоғары талаптары бар. Соның барлығына сәйкес келіп, ол колледжде сол неден өтті. Қазір енді осы екінші Ақтөбе политехникалық колледжі соған дайындалып жатыр. Екінші мәселе осы колледж бітірген түлектеріміздің жұмысқа орналасу мәселесі. Жаңағы қажеттіліктен туындайды. Егер ол біздің колледждердің дайындап жатқан мамандықтары нарыққа, сұранысқа қажет болса, онда автоматты түрде бітірген түлектердің және сапасы жоғары болса, автоматты түрде жұмысқа орналасады. Оған бірден бір қазір өз үлесін қосып жатырған дуалды оқыту жүйесі. Дуалды оқыту жүйесінде мысалы бұрын болған жоқ қой ондай оқыту жүйесі. Қазір дуалдық оқыту жүйесі, яғни кәсіпорын мен колледждің байланысы. Бұрынғыдай қатып қалған колледж өзінің жаңағы бағдарламасымен оқытып, ол қажет па, қажет емес па, ол колледжде алған білімі ертең кәсіпорынға барған кезде басқаша болып қалуы мүмкін. Сондықтан нақты сол жұмыс берушінің сұранысын қанағаттандыратын жұмыс берушімен кәсіпорынмен бірге отырып академиялық дербестік берілді. Яғни бірлесіп бағдарлама әзірлейді. Бұның өзі сол дайындалатын маманның сапасына тікелей әсер етеді. Нақты маман ертеңгі күні кәсіпорынға барып жұмыс жасайтын кезде өзіне қажетті білімін алып шығады. Және осы дуалды оқыту бойынша бізде енді колледждердің 70% жұмыс жасап жатыр қазір. Әлеуметтік серіктестіктері осы оқып жатырған студенттердің өндірістік практикаларын өздерінің базасында өткізуге жағдай жасап отыр. Сонымен қатар жаңа материалдық жағынан қамтамасыз етуге, сол түлектерді жұмысқа орналастыруға өзінің едәуір көмектерін тигізіп отыр. Бұл да өте жақсы қабылданған шара деп айтуға болады.
осы тұрғыда кәсіпорындар тарапынан енді мемлекет жалпы білім саласы барлық жағдайды жасап отыр. Яғни кәсіпорынға айтып тұр да, шынымен де жаңағыдай бізде білім бағдарламасы бұрынғыдай қатып қалған жүйе жоқ. Сізге қандай маман керек? Өзіңіздің жұмысыңызға керекті маманмен, осы колледждің оқытушыларымен бірлесіп бағдарламаны өзгерт. Сол арқылы өзіңізге болашақта сапалы маман дайында. Бірақ енді қазір жұмысшы мамандықтар деп жариялағаннан кейін енді бір кәсіпорындар қозғалып жатқан сияқты көрінеді маған. Оған дейін біздің ірі кәсіпорындарымыз әлі бір сол баяғы бюрократтық жүйеде, сол бір әлі де болса өзінің базасында өткізуге, бір қызығушылық тудыруға негізінен біздер қайда дайындап жатырмыз? Әрине сол кәсіпорынға дайындап жатырмыз. Сол әлі де жаңағы шетелдік біздер тәжірибелерді алу керек сияқтымыз. Өйткені ол жақта бірінші орында, яғни алғашқы қадамды, алғы шарттарды міндетті түрде мекемелер, өндіріс орындары жасайды. Маған бір осындай маман керек, осыны жасасақ. Ал бізде негізінен көбісінен осы білім саласының, осы мұғалімдерге, осы директорларға күш түсетін сияқты. Осы жағынан ойыңыз қалай? Әлі де болса мемлекет осы атамекен палатасымен бірге осы өндірістерге әлі де бір ақпараттандыру бағытта бір жұмыстары, немесе бір жүктеу жұмыстарын қою керек сияқты көрінеді. Жалпы қазір осы біздің облыстың колледждерінде 60-тан астам адам осы өндірістен келіп колледждерде сабақ беріп жатыр. Педагогикалық мамандығы болмаса да, олар нақты сол мамандықты меңгерген мамандар ретінде сабақ береді. Енді бұрын жұмыс берушілер айтатын еді, біз мамандарды жұмысқа алайын десек, сапасы төмен, олар біздің кәсіпорынға келген кезде мына жұмыстың қыр-сырын меңгермеген, жұмыс жасай алмайды, сол себепті біз ала алмаймыз деп. Енді қазір жаңағы айтылған академиялық дербестікке байланысты оларға мүмкіндік берілді ғой. Олар өзінің бағдарламасын колледжбен бірге әзірлеп, өздері тәжірибеден өткізе отырып, өзі жұмысшыларды дайындайды. Мемлекеттік мекемемен бірге отырып. Өзіңіз дұрыс жаңа атап айттыңыз, мемлекет ол үшін барлық жағдайды жасап, барлық мүмкіндікті берді. Енді сол кәсіпорындарымыз осы мүмкіндікті тиімді пайдалану керек. Себебі жұмысшы оларға керек, сапалы жұмысшы. Маманның жақсы сапалы дайындалуы бірінші кезекте оларға керек. Өндіріске керек қой. Өндіріске керек. Екіншіден, біздің жастарымыздың жақсы мамандық алып, жұмысқа орналасқаны бізге керек. Сондықтан міне екі жақ болып, бұл жерде осы ортақ іске жұмыла кіріскен жағдайда ғана нәтиже болады. Екінші мәселе жалақы мәселесі. Кәсіпорын өзіне мамандарды алған кезде жаңағыдай енді атқаратын жұмысының қиындығына байланысты, көлеміне байланысты жалақы арқылы жұмысшыларды да қызықтыра білу керек. Жақсы жалақы төленетін болса, ол жерге жақсы мамандар барады. Солай ғой. Сондықтан сонымен қатар енді қазір колледждерді осы кәсіпорындарды колледждерге шефтік ретінде бекіту жұмысы да қазір қолға алынды. Ол жерде жаңағыдай тек қана дуалды оқыту бойынша емес, тек қана жаңағы тәжірибеден өткізуге жағдай жасау емес, сонымен қатар колледжге қажетті мына материалдық техникалық жағынан қамтамасыз етуге бағытталған. Біздің қазір облыс әкімдігінің индустриялық инновациялық даму басқармасы бар. Сол облыс әкімінің тікелей тапсырмасыменен осы басқарма білім басқармасыменен бірігіп қазір осы бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы бағытта мына бір мәселені де айтып кеткен дұрыс сияқты. Целевой госзаказ деп айтамыз ғой, яғни мақсатты мемлекеттік тапсырыс. Былай қарасаңыз, бұл жақта үш ұтымды тұс бар. Біріншіден, оқу орны өндіріспен байланысып отырып сапалы бір бағдарлама жасалады. Ал студент, енді бұл жерде үш жақты ғой. Студент тегін оқу, тегін білім ала отырып, былай айтқанда жұмыспен орналаса алады. Ал өндіріс ешқандай шығынсыз мемлекеттің арқасында өзіне қажетті мамандарды даярлап алады. Сонда былай қарасаңыз, барлық жағдай мемлекет тарапынан жасалып жатыр. Енді соны өндіріс, сіз өте дұрыс айттыңыз, осыны бір тиімді пайдалану керек. Өте жақсы. Енді жалпы жаңа біздер енді кәсіпорын мен колледждердің арасындағы байланыс жайында айттық. Жалпы осы мемлекет пен жаңағы дуалды оқыту жүйесінен шығады, мемлекет пен бизнес осы жұмысшы мамандықтарды дамыту үшін
бір қандай шараларды тағы да қолға алу керек? Яғни колледжді бітірген студент өзінің бір кәсібін ашу үшін қандай да бір әлі де осы жасалу керек дейтін шаралар бар ма? Көзқарасыңыз қалай? Өйткені қазір мемлекет осы шағын бизнеске көбірек көңіл бөліп жатыр ғой. Өте жақсы сұрақ. Себебі жаңа мен сөзімнің барысында айтып кеттім, біздің осы жұмысшы мамандықтардағы студенттерімізбен сөйлескен кезде де, жаңағы жобаға пилоттық қатысқан оқушылармен сөйлескен кезде де, осы мамандық не үшін керек деген кезде өзімнің болашақта кәсібімді ашқым келетін. Сол аспазшылар жақсы маман болатын болса, Қызмет көрсету саласында. қызмет көрсету саласында олар жоғарылай алады. Біздің түсінігімізде аспаз деген ол бір қарапайым мамандық деп ойлаймыз. Шаштаразымыз бар, аспазымыз. Ал нағызына келгенде үлкен мейрамханаларда жұмыс жасау үшін жаңағы қатардағы аспаздан бастап үлкен шеф-повар дейміз. Сол неге жету үшін сенің жақсы біліктілігің болу керек. Сонда қараңыз, қандай мына жерде сапаның мәселесі. Және сен жоғарылаған сайын жалақың өте жоғары болады. Соны мен мысалға естігенде таңғалдым. Жоғары санатты поварлардың алатын жалақысы өте жоғары. Тіпті 3-4 миллионға дейін алатын біздің осы мейрамханаларда жұмыс жасайтын аспазшылар бар. Мейрамхана басшылары төлеуге дайын. Төлеуге дайын. Себебі сол аспазшының жасаған дәміне байланысты, соның сапасына байланысты ол жерге тапсырыс берушілер көбейіп тұр, көп болып тұр. Өзімізде күнде тойға барамыз, қонақтыққа барамыз, менюлар барған кезде бірінші сіз нені қарайсыз? Кухнясына қарайсыз. Асханасы қандай екен? Дәмді ме екен, сапалы ме екен, жақсы ма екен деген сияқты. Сондықтан бұл жерде бизнестің орны ерекше. Орны мына әсіресе мысалға сол қарапайым ғана мамандық, бірақ соның өзінде үлкен тігіншілер болсын, жаңағы шаштараздар болсын, әртүрлі әсемдік салондары болсын, осының бәрінде өте жақсы қазір бизнестің көзі деп айтуға болады. Ал осы мамандықтардың бәрін қазір біздің колледждерде студенттер дайындап жатыр. Сондықтан оны енді тек мен оқуды бітірдім, дипломым бар, маманмын, мен бірден тек бизнес ашам деген да қиындау болатын шығар. Ол үшін енді оқу бітіргеннен кейін диплом алып, өзі әуелі жұмыс жасап, тәжірибе жинақтап, мысалы салон болса, сол салонның қыр-сырын меңгеріп, және мына бұл жерде енді ол мамандықты меңгеріп шықты ғой. Және мүмкін болашақта бізде мына жаңағы экономиканы, бизнесті меңгерту, кәсіпкерлікке дайындау, қазір бізде енгізілді ғой енді кәсіпкерлік негіздері. Сол арқылы көбірек көңіл бөліп дайындауда керек шығар. Онымен қатар қосымша енді әрбір адамға қазір мүмкіндік мол. Осы бизнеске байланысты көптеген оқулар, жаңағы атамекен палатасы арқылы жүргізіледі. Сонымен қатар жаңағы гранттар, мемлекеттік жаңағы бағдарламалар жастарға өте жақсы. Егер ол бір жаңа жоба ойластырып, соны бизнес ашам деп жаңағы ұмтылатын болса, қайтарымсыз гранттары бар. Яғни сол грантты ұту үшін бір жақсы бір бизнес жоба ол жаза білу керек ол кісі. Сол колледждерде де оны сол бір кәсіпкерлікті оқытуды, соны қалай бизнес жоба жазуды көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Өте керемет. Енді жалпы біздер осы жұмысшы мамандық жайында айтып жатырмыз ғой. Енді жалпы технология ол бір орында тұрмайды. Қазір сандық технология болсын, жалпы ғылыми технология бұл секунд санап өсіп жатыр, дамып жатыр деген сияқты. Енді осы бір технологияның дамуы осы жұмысшы мамандықтарға қаншалықты әсер етеді? Осы жайында көзқарасыңыз. Бұл жаңа технологияның дамуы меніңше жұмысшы мамандықтарға оң әсер етеді. Неге десеңіз, қазіргі жұмысшы мамандықтар, сол жұмысшы мамандар жұмыс жасап жатырған, жасап жүрген көп жұмыстарды сол жаңағы роботтар арқылы, робот манипулятор, робот машиналар. Солар арқылы жеңілдетуге болады. Енді ол адам өмір бойы барлығын қолмен жасай беру керек деген сөз емес қой. Олар жұмыс жасайды, жаңағы ертең осы мамандардың бәрі жұмыссыз қалады екен деген де бір кері түсінік бар.
ол да меніңше ол роботтарды жөндейтін де жұмысшы иә мамандар керек ол да дейсіз ғой? меніңше ол да дұрыс емес, бірақ сол роботтарды жұмыс жасататын жаңағы мамандар ол жерде де керек. Бірақ жалпы мамандықтардың өзгеруі, жаңа бір мамандықтардың қоғамға енуі бізде ол әрине керек қой да. Өйткені осыған дейін біздер жаңағы мобильді электр машиналарды осыдан бір 5 жыл бұрын бір шетелдерде бұл әрі бір былай айтқанда Илон Масктың бір жобалары деп қана бір фантастикалық түрде көретін едік. Қазір Астана болсын, Іс Алматы жүзінде, болсын, іс жүзінде енді осы бір электромобильді машиналарды бір 5 жылдан кейін жөндейтін де бір мамандар керек болады. Сондықтан жалпы өңірде осы бір Ақтөбе облысында кадрлық осы бір резерв дейміз ба, жаңа бір мамандықтар атласын дайындау бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп Дұрыс жатыр, осы жайында айтасыз. айтсаңыз. Біздің облыс бойынша жаңа мамандықтар атласы жасалды. Соның ішінде қай салаларда, мысалы ауыл шаруашылық саласында, су шаруашылығы саласында, өздеріңізге белгілі, мысалға осы көктемгі жаңағы суға байланысты жағдайлардың өзінде қандай мамандардың қажетті екендігі Көрінді. анықталды. Иә. Сонымен қатар мына металлургия, тау-кен саласында, техникалық салада, яғни болашақта қажет болатын жаңа мамандықтардың атласы жасалды. Енді алдағы уақытта сол бойынша қандай мамандықтар тізбесі, оны қай жерде біз дайындай аламыз, соған мүмкіндікті қарастырып жұмыс жасауымыз керек. Яғни мына біздің техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарындағы қазіргі мамандықтардың қажеттілігі және жаңа мамандықтар ашу, оған енді үлкен дайындық керек. Мамандық бірден ашыла салмайды. Өзіңіз айтып отырған кадр мәселесі, Лицензиясы, материалдық жағы, программасын, осының бағдарламасын. барлығы жаңағы біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда бар, лицензия алынады ғой. Сол себепті оған да дайындық керек. Сондықтан сол бойынша біз қазір жұмыс басталды. Осы жаңа мамандықтар атласының дайындалған тізімі бойынша ары қарай біз осы мүмкіндіктерге дайындық жұмыстарын жүргізуіміз керек. Сонымен қатар осы техникалық кәсіптік білім беру саласында профильдеу мәселесі бар, профилизация. Неге десеңіз, мысалы бізде қазір облыстағы колледждердің көпшілігі көп салалы колледж. Көп салалы колледж. Иә. Көп салалы колледждің ішінде жаңағы жұмысшы мамандығы да бар, техникалық мамандық та бар, педагогикалық мамандықтар да бар, тағы сол сияқты. Колледж бір бағытта жұмыс жасаса, меніңше сапасы соғұрлым жоғары болады. Жоғары болады. Өйткені ол жақтың материалдық Иә, базасы, материалдық базасы, кадры барлығы бір жаққа бағытталса, мысалы техникалық болса техник, құрылыс болса құрылыс, ауыл шаруашылық болса ауыл шаруашылық. Оның бір бағытта дамуға меніңше ыңғайлы. Ыңғайлы даму. Иә. Ал егер сондықтан біздер қазір ол жұмыс бірнеше жыл бұрын басталды. Жалпы республика бойынша сондай қазір талап қойылып отыр. Колледждердің бір бағытта дамуы бойынша профильдеу жұмысы. Бұл алдағы уақытта да жүргізіледі. Яғни бейіні сәйкес келмейтін колледждердегі мамандықтарды біздер сәйкестендіру бойынша жұмыс жүргіземіз. Өте жақсы, өте керемет. Енді жалпы жұмысшы мамандықтар жайында көп ақпарат естідік деп ойлаймын. Енді жалпы педагогтар бойынша, жалпы педагог ұстаз қауым бойынша бір сұрақтарым бар. Енді жалпы жасанды интеллект қазір қоғамға, өмірімізге енді ғой. Енді менің ойымша, менде бір мындай бір көзқарас. Енді осыған дейін жалпы педагогтар, ұстаздар дейікші, осыдан бір кеңес одағының кезінде ұстаздарымыз өзінің бір пәндік қабілетін білсе ол жеткілікті болушы еді. Өзіңіз білесіз, ол кезде ұстаз деген бір ақпараттың көзі болатын, бір энциклопедия болатын. Қазіргі айтқанда Google-дің көзі болатын. Енді қазір ақпарат ағыны өте көп. Қазір мен мысалға алдымдағы балалармен ақпарат ағынынан оза алмаймын. Қазір ChatGPT бар, неше түрлі платформалар бар. Енді мен оған кейде менде бір сондай бір ойланамын да, мен балаларға қай жағынан тиімдімін, қай жағынан оларға пайдалырақпын. Одан кейін менде ой келеді, яғни мен оларға сол ақпарат жағынан мүмкін оза алмаспын. 25 бала 25 түрлі ақпаратты алып келуі мүмкін, бірақ мен соны қалай қолдануға болады, қай жерде қолдануға болады, оған анализ жағынан оған үлкен бағыт бере аламын. Енді осы тұста жалпы мұғалім болу қазір қиын деп ойламайсыз ба? Өйткені бұрын енді
былай қарасаңыз мұғалім өзінің бір пәндік қабілетін, енді ол пәндік қабілеті деген енді оның бір жағы ғой. Біз енді ұстаз бұл ұлтты тәрбиелейді, әрине ол жақта басқа да бір құндылықтарды балаларға беру керек болады. Дегенмен де мұғалім қазір өзінің пәндік қабілетінен басқа әртүрлі платформаларды меңгеру керек болады да. Өйткені ол кейбір мұғалімдерде мындай бір көзқарас бар: мен жасым келді, ол маған қажет емес, бірақ қазір баланы қызықтыру ақпарат ағынында өте қиын. Сондықтан солардың тілімен, солардың деңгейімен платформаларды меңгеріп ілесіп отпасаңыз, сіз жаңа ғасырдың педагогы дейміз, жаңашыл педагог бола алмайсыз. Осыған байланысты көзқарасыңыз қалай? Енді жаңа платформалар дегеніміз, енді мұғалім Zoom-ды меңгеру керек, YouTube-ты меңгеру керек, тағы да басқа түрлі мыңдаған платформалар бар. 5 жылдан кейін ол да керек емес болып, жаңа бір платформалар шығуы мүмкін. Сондықтан қазіргі заманда жалпы мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы мұғалімнің жүгі ауыр деп ойламайсыз ба? Енді өзіңіз айтып кеткендей кеңес дәуірімен салыстырдыңыз ғой. Ол кезде мұғалімдердің қолында кітап болды, оқитын газет журнал болды, және 2-3 каналды көрсететін теледидар болды. Басқа ақпарат көзі болған жоқ. Ал қазір педагогтерге ізденуге өте мол мүмкіндік бар. Ол интернет көздері, қосымша беріліп жатырған оқытулар, курстар, өте мол ақпарат алуға мүмкіндік бар. Енді бұл технология жағынан алғанда, мына компьютерлік сауаттылық дейміз, енді алдыңғы буын біздің әріптестерімізге қиындық туғызуы мүмкін, бірақ карантиннің кезінде осы компьютерлік сауаттылық, өзіңіз айтып тұрған Zoom, онлайн сабақ беру платформаларды қолдану бойынша барлық мұғаліміміз меңгеріп алды. Меңгеріп алды, былай айтқанда. Ол себебі қажеттілік туындады, және соны барлығы меңгерді. Сондықтан барлығында жасайтын да, үйренетін да адам ғой. Сол себепті меніңше ондай қазір қиындық жоқ деп ойлаймын. Себебі біздің әріптестер оған уже дағдыланды, үйренді. Бірақ оқушыларға интернет көздерінен алған ақпараттан көрі мұғалімнің аузынан естіп алған ақпарат құндырақ деп ойлаймын. Көрсете отырып, жаңағы сол айтқан практикалық білімге көбірек. Өзімізде мектепте оқыған кезде, кітаптан оқығанда кейбір тақырыптарды түсінбей қаламыз да, мұғалім түсіндірген кезде жақсы түсініп аламыз. Жаңа бір сол бір мұғалімнің түсіндірген бір мысалдары бір әлі күнге дейін бір жадында сақталатын кездер болады. Ана кітаптан оқығаннан гөрі мұғалімнің ауызша түсіндіргені көбірек есінде сақталады, және түсініктірек. Сондықтан ол мұғалімнің орнын ешқандай техника баса алмайды деп ойлаймын. Осы тұрғыда менде сондай бір ой болды: егер жасанды интеллект, роботтар мұғалімдердің рөлін немесе алмастыра алса, мысалға, егер мұғалім, бұл жерде де мұғалімнің өзінің бір қабілеттеріне, өзінің білім деңгейіне байланысты сияқты. Егер сіз тек қана бір ақпарат беруші ғана мұғалім болсаңыз, оны робот та керемет қылып әртүрлі интернет ресурстардан айтып бере алады. Бірақ енді мұғалім деген сондай бір кемеңгер мамандық, шығармашыл мамандық десек болады. Алдымыздағы балалардың әртүрлі эмоциялық күйін бақылап, әрқайсының жүрегіне жол таба алатын сондай бір кемеңгер шығармашыл мамандық болу керек. Сондықтан жаңа сіз айтқандай оймен келсем, ешқандай робот, ешқандай жасанды интеллект мұғалімнің рөлін алмастырмау керек. Енді жалпы сұрақтардың желісіне аяқтап қалдық. Мен енді осы бойынша сізге бір мындай ой айтсам қалай қарайсыз? Жалпы осы енді сіз облыстың білім басқармасының басшысы ретінде, бір ұстаздарға бір үндеу ретінде, жалпы осы мұғалімдікті қалай брендке айналдырамыз? Жалпы мұғалімдіктің беделін біз енді оны ешқандай мемлекет әртүрлі реформалар, бағдарлама жасағанмен, ол бірінші кезекте ол мұғалімге байланысты сияқты. Сондықтан осы барлық бір педагогтарға, ұстаздарға, енді ұстаздар бұл ұлттың айнасы ғой. Бұл ода бір статус бар. Ол ұлтты тәрбиелейтін бір ең жоғарғы биікті мамандық. Сондықтан бір ұстаздарға үндеу ретінде жалпы мұғалімдікті қалай брендке айналдырамыз? Осы жайында айтсаңыз. Өте жақсы сұрақ. Себебі білім саласы ол ұстазсыз енді мектептің де жаны жоқ. Бұған дейін 2019 жылы қабылданды ғой педагог мәртебесі туралы заң. Бұл заң неге қабылданды? Себебі қажеттілік туындады. Себебі мұғалім кім болды? Мұғалім ол сенбілік өткізуші, мұғалім толмай жатқан залды толтырушы,
яғни мұғалімнің құқығы, мұғалімнің мәртебесі деген мәселе өте төмен түсіп кетті. Сол қажеттіліктен келіп педагог мәртебесі туралы заң президенттің қолымен қабылданды. Осы заң арқылы педагогтың құқықтары қорғала бастады. Яғни бұрынғыдай педагогты кез келген жерге жұмсау, мысалы сабақтан жұлып алып оны басқа бір жерге жіберу, басқа бір жиналыстарға қатыстыру, не болмаса көшенің сенбілігіне шығару деген мәселелер тоқтатылды деп мен есептеймін. Себебі осы департаментте жұмыс жасап жүргенде де бұл бойынша біздер барлық құзырлы органдарға хаттарымызды жазып, заңды түсіндіріп, осындай жауапкершілік бар. Егер ондай педагогтың құқығын бұзған жағдайда әкімшілік іс қозғалады, әкімшілік жауапкершілік қарастырылған деген барлық түсінік жұмыстарын жүргізіп, және түсінбеген жағдайда әкімшілік шараларды қабылдадық. Бұл бір жағы. Екінші жағы, педагог ұстаздың жаңағы бренді қалай болу керек дедіңіз ғой, қалай брендке айналдырамыз? Брендке қалай айналдырамыз? Қалай беделін көтереміз қоғамда? Ол әрбір біздің ұстазға байланысты. Ең бірінші ұстаздың бойындағы адамгершілік қасиеттерге байланысты. Адами құндылықтар. Педагог мүмкін жақсы маман шығар, жақсы пәнін меңгерген ұстаз шығар, бірақ бойындағы адамгершілік қасиеттері, құндылықтар болмаса, оның беделін көтеру қиындау болады. Мен жүрген жерде айтам, педагогтармен кездескен кезде де айтам, педагог 24/7 педагог болу керек. Себебі сіз мектепте сабақ беріп, педагог болып, мектептен шыққаннан кейін басқаша әрекет жасайтын болсаңыз, сіз онда педагог деген атқа лайықты бола алмайсыз. Сіз тойға барасыз, сіз садақаға барасыз, сіз қоғамдық орындарға барасыз. Өзіңізді қалай ұстайсыз? Сіз қалай сөйлейсіз? Сіз қалай жүріп тұрасыз? Сіз қалай киінесіз? Осының барлығы сізде 24/7 ұстаз деген атқа лайық болу керек. Ішкі жан дүниеңізбен де. Ішкі жан дүниеңіз, сыртқы келбетіңіз. Баланың көз алдында мұғалім деген идеал болуы керек. Өзіңіз білесіз ғой, кейбір ата-ананың айтқанын олай қабылдауы мүмкін бала, бірақ мұғалім айтқанды өте соны орындау керек деп, мұғалімнің айтқаны дұрыс деп санайтын біздің балаларымыз. Сондықтан мұғалімнің барлығы да өзіміздің қолымызда. Мемлекет заң жағынан бізді қорғап берді, заңды қабылдап берді. Педагогтардың бірнеше есе жалақысын көтерді, материалдық қолдау болды. Сонымен қатар жаңағы тұрғын үй мәселесімен қамту бойынша, жаңағыдай балаларын балабақшамен қамту бойынша да арнайы жеңілдіктерді қарастырды заңмен. Яғни мемлекет барлық жағдайды жасады. Қалған жауапкершілік. Ендігі қалғаны біздің әрбір ұстаздың өзінің сол ұстаз деген атқа лайықты білімі, мәдениеті болуы керек. Мен осыны пайдаланып, біздің әріптестерге, ұстаздарға айтқым келеді. Ұстаз деген ұстаздың портреті. Әрбір ұстаз өзі ұстаздың портретін жасау керек. Ол мен жаңағы айтып кеткен құндылықтарға байланысты. Білімі жағынан, тәрбие жағынан, мәдениет жағынан, оқушымен қарым-қатынас жасау кезде, ата-анамен қарым-қатынас жасау кезде, әріптестердің бір-бірімен арасындағы қарым-қатынас жасау кезде осы талаптардың барлығы сақталуы керек. Және мұғалім шығармашыл болу керек. Мұғалім қарапайым болу керек. Осының барлығын біздің әріптестеріміз сақтайтын болса, педагог деген аттың, ұстаз деген аттың мәртебесі әрине жоғары болады. Керемет, рахмет. Енді өзіміз ұстаз болғаннан кейін өте қуанып қалдық жауабыңызға. Әрине толық келісеміз. Бүгінгі енді бағдарламамыздың, студиямыздың уақыты тәмам. Уақыт бөліп келгеніңізге тағы да көп-көп рахмет айтамыз. Ақтөбе облысының білім саласын дамытуға үлкен шығармашылық табыстар мен жеңістер тілейміз. Осымен, құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Біздің бүгінгі
студиямызда болған қонағымыз Ақтөбе облысының білім басқармасының басшысы Бұлбұл Бейсенбайқызы.